Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушы қауым. Бұл біздің қаламыз Қарағанды. Қарағанды орталық Қазақстандағы қала. 1934 жылы 10 ақпанда Қарағанды ресми түрде қала ретінде бекітілді. Қаламыздың өркендеуіне септігін тигізген дәрігерлердің бірі Абдрахман Айнұр Файзуллаевна 1984 жылы 9 қыркүйекте туған. Қаламыздың жоғарғы санатты нефролог дәрігері. Медицина жолы Қарағанды мемлекеттік медицина университетінен басталды. Диализді қалай жүргізуге байланысты көптеген курстар өтті. Жұмыс барысында бүйректі алмастыратын аппаратты ем шараны қолданады. Методикасының маңыздылығына келсек, адамның қаны улы заттардан тазартылып, өмір сүру ұзақтылығын және де сапасын жақсартады. Сонымен қатар 3 баланың анасы олардың оқуымен және рухани дамуымен көмектеседі. Қосымша облыстық клиника ауруханасында жұмыс істейді. Менің өмірлік ұстанымым еңбектің көзін тауып, әрекет ете білу. Еңбек жолындағы жетістіктері. Халыққа қажетті және маңызды мамандықтардың бірі ол дәрігер. Себебі қаламыздағы көптеген дәрігерлердің арқасында адамдар түрлі аурулардан емделіп, денсаулықтары сау және де мықты. Сәлеметсіз бе? Не себепті осы дәрігер мамандығын таңдадыңыз? Сәлеметсіз бе, өйткені бұл кішкентай кезімдегі арманым. Осы мамандықтың қиыншылығы мен қызығушылығын айта кетсеңіз. Қиыншылығы жоқ деп те айта аламын, ал қызықшылығы бұл адамдарды емдеп, оларды жазылып кетуі бізге үлкен бақыт. Қорытындыға келе, Қарағанды қаласында көптеген еңбегін сіңірген білікті маман иелері бар. Солардың ішінен дәрігер мамандығымен қаламыздың дамытуға септігін тигізген Айнұр Файзуллаевна. Еңбек түбі береке демекші, әр адам еңбек етіп, осы қаламызды дамытуға өз үлестерін қосса, қаламыз дамып көптеген белестерге жетеді. Әр адам баласы жалқыланбай, ерінбей, өз маманына адал, жауапкершілікті болып қызмет ету керек. Сау болыңыздар.